Сәлеметсіздер ме? Мен Құлмұрат Үнди, Қостанай облысы, Арқалық қаласы Ыбырай Алтынсарин гимназиясының 5-ші сынып оқушысымын. Мен бұл видео арқылы өзімнің туған жерімнің сұлулығын, бай тарихын және табиғат көріністерін көрсетіп оны сіздермен бөліскім келеді. Ал кеттік. Туған өлке сіз туып өскен немесе өміріңіздің маңызды бөлігін өткізген жер. Бұл сіздің балалық шағыңызға, жеке естеліктеріңізге байланысты орын. Көбінесе туған жер адамның жеке басына сөзбен жеткізгісіз әсер қалдырады. Қазақстан табиғаты алуан түрлі және бай мәдени тарихы бар бірегей мемлекет. Менің туған өлкем даласы да, өзені де, бай этникалық мұрасы бар өлке. Арқалық қаласы Қостанай облысының оңтүстігінде орналасқан, бұрынғы Торғай облысының орталығы болған. Қаланың негізгі 1956 жылы қаланған. Қала Қостанай облысының Амангелді ауданымен, Ақмола облысының Жарқайың ауданымен, Ұлытау облысының Ұлытау ауданымен шектеседі. Арқалық қаласы құрғақ дала аумағында орналасқан. Қаланың солтүстік бөлігі сарғылт шағын аймағына жатады. Аймақтың оңтүстігі теңбілігі соттан ашық сарғылт топырақтан тұрады. Арқалық қаласы Торғай үстіртінің шөлейт аймағында орналасқандықтан өсімдіктер дүниесі шөлейт және дала өлкежелеріне тән. Қала маңында флора негізінен құрғақшылыққа бейімделген өсімдіктерден тұрады. Мұнда жусан, селеу, бетеге, қараған, тобылғы, сұлубас, қылқан селеу сияқты өсімдіктер кездеседі. Бұл өсімдіктер жергілікті экожүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қала маңындағы жануарлардың жүйесі тұрғылатын болса, негізінен дала және шөлейтті аймақтарда тән түрлері кездеседі. Бұл аймақтың фаунасы Қазақстанның жалпы фаунасына ұқсас келеді. Мұнда қасқыр, қарақұйрық, қоян, түлкі, қарлығаш, қараторғай, қарақұс, жылан, тасбақа кездеседі. Сонымен қатар облысымызда сирек кездесетін өзгеше табиғи кешендердің өсімдіктер мен жануарлар әлемін сақтап қалу мақсатында Наурызым қорығы мен Алтын дала резерваты жұмыс жасайды. Наурызым қорығы 1931 жылы ұйымдастырылып, 1966 жылы ауданы жанданып қайта құрылды. Наурызым және Әулиекөл аудандарында орналасқан. Оған Терсек, Сыпсың, Наурызым орман алқаптары мен Жаркөл, Ақсуат, Сарымойын көлдері егеді. Алтын дала резерваттары мемлекеттік табиғи қорық қорының объектілерін, оның ішінде киттердің мекендеу орындарын, өсу және қоныс аудару жолдарын қорғауға және жәрдемдесуге арналған ерекше қорғалатын табиғи аумақ. 2012 жылы Жангелді және Амангелді аудандарына құрылған. Ол 3 жер телімге бөлінеді. Олар Сарқопан, Тосынқұм, Ұлы Жуаншық. Қаламыздың табиғаты бірегей және әртүрлі болып табылады. Мұндай әдемі көріктерге әсер ететін бірнеше экологиялық іс-шараларды атап өткім келеді. Таза Қазақстан акциясы. Акцияның басты мақсаты қоршаған орта мен тұрғындары үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз ету және адамдардың жауапкершілігін арттыру. Экологиялық сана мен экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Таза Қазақстан экологиялық акциясы. Әрбір адам өз ауласын таза ұстау, тазалыққа өзінің үлесін қосу мақсатында аптаның әр бейсенбісінде ұйымдастырылады. Сонымен қатар қаламызда Жасыл ел бағдарламасы жұмыс жасайды. Бағдарламаның мақсаты қаламыздың экологиялық жағдайын жақсарту және жастарды табиғатты қорғауға тарту. Бұл бағдарлама арқылы студенттер мен оқушылар жазғы демалыс кезінде жұмыс істеп, жасыл аймақтарды қалыптастыруға, ағаш тұрғызуға және қоршаған ортаны қорғау шараларына қатыса алады. Және білім ордамызда үнемі экологиялық ортаны қалыптастыру, жасылдандыру жұмыстары қарқынды жүргізіледі. Жыл сайын гимназияларында оқушылар көшет отырғызады. Бұл бір дәстүрге айналған. Осылайша біздің туған өлкеме саяхат жасап, оның сұлулығы мен байлығын бірге көрдік. Бұл жер маған ерекше маңызды болды. Және мен оны сіздермен бөліскенге қуаныштымын. Туған жерімізді сақтап, қорғап, мақтан тұтайық.